Сәлем достар, бұл видеода сіздермен мастер-класста үйренген үлпілдек, жұп-жұмсақ бауырсақ рецептісімен бөлісетін боламын. Қажетті заттарды описанияға жазып қалдырдым, содан қарап алдымен дайындап алсаңыздар болады, кейін менімен бірге қамыр илейміз. Бірінші 300 мл жылы сүтке 300 мл суымызды құйып, үстіне 1,5 ас қасық қант және де 1 ас қасық толтырмай дрожжи салып араластырып, апара дайындаймыз. Мұнда сүт пен су міндетті түрде жылы болу қажет. Егер сүт суық болса, оның үстіне кішкене ыстығырақ су құйып, жылы масса жасап аламыз. Егер де бізде тым ыстық немесе суық болып кетсе, дрожжымыз көтерілмей, апара дұрыс болмай қалады. Одан соң апарамыз 15 минутқа қойып қоямыз көтерілгенше. Дайын болды деген кезде апара 1 килограмм ұнды електен өткізіп, чашкаға дайындап аламыз. Үстіне 1 жұмыртқа жарып, одан соң 1 ас қасық толтырмай тұзымызды саламыз және 100 грамм сұйық май құямыз. Одан соң барлығын жақсылап қолмен араластырамыз, үгітіп. Песочное тесто дайындаған сияқты толық үгітіп аламыз, араластырып. Одан соң барып, осы ұнымызға дайын болған апарамызды салып, құйып, қамыр илейміз. Барлығын біріктіреміз. Қамырымыз басында жабыспақ сияқты болып тұруы мүмкін. Біраз уақыт илеген кезде, 5 минуттан артық илесек, ол өзі бірігіп, жақсы қамырға айналады. Егер де тіптен сұйық болып кетті, қамыр шықпай тұр десек, тым сұйық болып жабыспақ болып кетсе, әркімнің оны әртүрлі болуы мүмкін. Ондай болса, сәл ғана ұн сеуіп, біріктіріп аламыз. Тым көп ұн себудің қажеті жоқ. Дәл осы мөлшермен жасасаңдар, артық ештеңе қосудың қажеті жоқ. Енді осы дайын қамырды бетін целлофанмен жауып, орап жылы, одан соң жылы жерге көтерілуге қойып қоямыз. 10 минут өткен соң бетін ашып, сұйық маймен қолымызды майлап аламыз да, сәл 2-3 рет қамырымызды басып, қайтадан орап, 1 сағатқа қалдырамыз. 1 сағаттың ішінде қамырымыз көтеріледі. Қамырымыз көтерілген соң, дайын қамырды үстелдің үстіне сәл ұн сеуіп, видеодағыдай қамырды толық түсіреміз. Одан кейін қолмен жаямыз. Қамырды қатты басудың қажеті жоқ. Осы қалыпта көтеріліп тұруға жете сақтап, қатты басып жібермейміз. Қамыр отырып қалмасын. Сәл ғана оқтаумен жайып жіберсек болады. Осылай, одан соң, егерде іші бос, бауырсақ болсын десеңіз, онда іші 1 сантиметр етіп жайып ойып алуға болады. Егер іші кішкене толып, нанды болсын десеңіз, онда іші кішкене қалыңдау етіп жайасыз. Әркімнің өз қалауы бойынша осындай бауырсақтарды ойып аламыз. Немесе 4-5 етіп турап пісіре берсеңіздер де болады. Мен целлофан жайып, үстіне дізіп алдым барлығын, асты суланып кетпес үшін. Енді бауырсақтың көтерілген тосып қажет емес, май қыздыра береміз. Одан соң май қызыған соң, 1 бауырсақты салып, пісіріп көреміз. Егер май жақсы қызып бауырсағымыз көтеріліп пісетін болса, онда басқа келесі бауырсақтарымызды салып, 2 жағы қызарғанша пісіріп аламыз. Бізде бауырсақтарымыз үлпілдек, жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге рецепт ұнайды деп ойлаймын. Бұл тексерілген рецепт. Егер дәл нақты өлшемдермен жасайтын болсаңыздар, міндетті түрде сіздерден шығады. Рецепт ұнаған болса, қолдап, комментарийге өз пікіріңізді қалдырып, каналға жазылуды ұмытпаңыз. Алда осы сияқты тексерілген рецептілермен бөлісіп отыратын боламын. Сіздерге ас болсын, сау болыңыздар.